Бүгін бізде қонақта айна даму орталығы негізін қалаушы Нұрайна ханым. Мен айналысасыз. Бірінші рөліміз ол ана ғой. Көп іздеген болатын. Алғашқы қиын кездеріңіз, қиын сәттеріңіз есіңізде ме? 7 жасымнан бастап пирожки сатқан екен. Бизнесте өте қатты қиын демді. Бірақ білмеймін да ол кезде. Сата алдым адамдарға. Жүйені дұрыс білмедім, ақшаны ұстап білмедім. Соның не екенін түсініп бизнесіңіздің өсуіне көмектесті. Ойынан кейін өзіңіз туралы қандай жаңа түсінік алдыңыз? Барлық бойдарымды аша білдім. Басында қашқым келді. Трансформация болды. Сол кезде бастап кеткен екенімді түсіндім. Өсу ауыр процесс па, әлде табиғи ма? Ауырлау болды. 5 баланы тастап, қазір өзіме көңіл бөліп, жолдасымның арқасында мен бұндай деңгейге жетпес едім. Сәлем достар, бұл ішкі өсу, сана және әрекет туралы подкаст. Мен Арайлым Алмасқызы, психолог, практик, эксперт маманымын. Бүгін бізде қонақта маркетолог, продюсер, айна даму орталығы негізін қалаушы Нұрайна ханым. Қош келдіңіз. Бұл подкастта біз кәсіби жолды да ішкі трансформацияны ашып сөйлесеміз. Енді Нұрайна ханым, сіз өзіңіз туралы таныстырып өтсеңіз, қай жерденсіз, қай жердің тумасысыз, немен айналысасыз? Сәлеметсіздер ма барлығыңызға. Мен біріншіден сізге алғыс айтқым келеді. Мені подкастқа шақырып, бүгін осылай менімен сөйлесу барысында өз өмірімнің барлық қырларын ашуға тырысқаныңызға өте көп рахмет. Біріншіден өзім Маңғыстау облысынан Жаңаөзен қаласынан көшіп келдім. Қазіргі кезде тұрмыстамын, 14 жыл болды. 5 кішкентай балапаным бар, алаң қалаумен. Және де немен айналысасыз деген сұраққа, қазіргі кезде ең бірінші рөліміз ол ана ғой. Ана, содан кейін барып, өзімнің рөлімді осы өмірде кім қандай мамандық екенімді өте көп іздеген болатын. Ең бірінші мамандығым ол программист, ақпараттық жүйелер, және одан кейінгі алған мамандықтарым өте көп. Ең соның ішіндегі мазмұнды ол продюсер, одан кейін маркетолог. Осы мамандықтарды игере отырып, қазіргі кезде өзімнің осы айна орталығын ашуына және де бизнестің жүйелі құруына келіп жатырмын. Соған өзіме шүкір етем қазіргі кезде. Сол айналысып жатқан жұмыстарым осы. Енді осы салаға келу жолыңыз қалай басталды? Алғашқы қиын кездеріңіз, қиын сәттеріңіз есіңізде ме? Қалай басталды? Бұл өте ұзақ әңгіме болып кететін шығар, бірақ ең бірінші маркетологты мен кішкентайымнан негізі 7 жасымнан бастап пирожки сатқан екенмін. Сол кезеңнен бастап есіме түсіремін. Және де осы маркетологты оқымай тұрып, бизнесте өте қатты қиын кезеңдер өте көп болды. Өзім ең бірінші тұрмысқа шыққаннан кейін жаңағыдай ақша табу керек, негізгі бізге бизнесті деген ақша табу керек деп жаңағыдай көрсетеді ғой, бірақ ол бизнес деген өте үлкен жүйе екен. Оны мен тіпті ол кезде білген де жоқпын. Бірақ сол бизнес ашам деп барып үйімдегі анамнан бір ноутбукпен принтерді алып бизнес ашқан болатынмын. Және сол бизнесім өте күшті жүрді. Прям сата алдым адамдарға. Клиент өте көп болды, поток өте көп болды, бірақ поток көп болғанымен ол жерде мен жүйені дұрыс білмедім, басқаруды білмедім, және үшіншіден ақшаны ұстап білмедім. Соның барлығы хаос қалып келгендіктен мен ол бизнесті жабуға тура келді. Осы бір қиындықтар болғандықтан мен қазір осы маркетологты саласын оқып, енді соның не екенін түсініп жатырмын да. Және де айтатыным, сол кездерде мен жаңағыдай өзім ақша жинап принтер сатып аламын, цветной. И сол жерде сатып алғанда маған жаңағы айтайын дегенім, брошюрка жасаймын ғой, бизнесіңіздің өсуіне көмектесемін деп. Бірақ білмеймін да ол кезде. И сондай моменттер мен үшін қызық. Қазіргі кезде есіме түсірсем, шынымен де мен маркетологты сол кезде бастап кеткен екенімді түсіндім. Өзіңізді маркетолог продюсер ретінде қалай сипаттайсыз? Жалпы маркетолог продюсер ретінде қалай сипаттағанда, продюсер бұл бір жүйені алып, бір проектті алып, оны ең соңғы адамдарға танылуына дейін алып жүруді проектті. Ал маркетология саласы, оны қалай сату керек, қандай фишкалар бар, ішінде қандай бір кухнясында бір қызықты нелер бар, креативтер қалай түсіру керек деген сияқты, маркетология оны более ашады екен да, өте көп ашып, және де сату жағынан да, және оны
оның жүйе құру, бизнесті қалай дұрыс ұстап жүруін осы продюсер мен маркетология екеуі екі жағынан қосылып көмек береді екен. Солай сипаттай аламын. Енді сізді осы салаға алып келген негізгі қадамдарыңыз қандай болды? Негізгі қадамдар ең бірінші продюсер оқуынан басталды. Ең бірінші продюсерден бұрын психологиядан басталды. Себебі адамның жанын бұрынғы кішкентай кезімнен зерттейді екенмін. Соны мен психологиямен ұштастырып, қазіргі кезде сол психологияны білгеннен кейін адамның жанын одан сайын зерттей алатынға деңгейге жеттім. Және одан кейін осы продюсер, одан кейін осы маркетология. Енді осы продюсерлік тәжірибеңізді маркетингпен қалай үйлестіресіз? Қалай үйлестіремін? Бұл жаңағы сұраққа кәдімгідей ұқсайды екен. Жалпы маркетинг саласы бұл ішкі кухнясын зерттеу ғой, бизнестің. Ішкі кухнясын дұрыстау, жүйе құру. Жалпы, мысалы, даже біз зарплата бергенде де жабайы бизнес қазіргі кезде көп жағдайда жабайы бизнес ұстап келе жатыр адамдардың барлығы. 90%-ға дейін жабайы бизнес деп айта аламын. Оның ішінде жүйе жоқ, нақты қалай жұмыс жасап жатқанын отчет ешкім бермейді. Бір маманды алады. Мысалы, мен таргетолог болсам, оны 200 мың теңге деп зарплатамен алады. Бірақ ол 200 мыңға қалай бізге өнімділік беріп жатыр? Осының барлығы зерттелмейді. Осының барлығын зерттеу арқылы маркетинг пен продюсер екеуі өте жақсы үйлесімде деп айта аламын. Енді кәсіпкер Нұрайна мен әйел Нұрайнаның арасында қандай айырмашылық бар? Кәсіпкер Нұрайна кішкене өте жаңағыдай қатал, қайсар, батыл және тұрақты түрде бір дүниені прям біткенше жасау қасиеттері бар. Ал үйде мен ондай емеспін. Үйде жұмсақ, нәзік және де дос болуға тырысатын, жаңағыдай қатты. Қазіргі кезде соны үйреніп жүрмін негізі. Бұрыннан өте қатал болғанмын. Қазір мен өте жұмсақ, нәзік басқа Нұрайнаны көре аламын. Кәдімгі әйел жанды Нұрайнаны көре аламын. Ал бизнеске келсең, өте кішкене бір ер мінезділік шығып кетеді деп ойлаймын бизнеске қарай. Негізі ол қабілет, қасиет бизнесте керек нәрсе. Иә. Енді продюсер ретінде бір жобаны іске асырған кезде ең маңызды қағидаңыз қандай? Ең маңызды қағидаларым ол адамның ең бірінші ақшаны бірінші орынға қоймау. Егер адам ақшаны бірінші орынға қойып, сол ақшаны ғана көздейтін болса, ол бизнес алға қарай жүрмейді. Сондықтан да мен бірінші қоятын қағидам ол танымалдылыққа жүру және ол адамның тұлғалық өсу, ішкі бір күйіне мән беру. Ішкі күйі және де осы ішкі күйіне бірінші мән берсе, сонда ғана бизнес жүреді деп айта аламын. Және де одан бөлек жанұясындағы жағдайлар. Жанұясындағы жағдайлар, мысалы, күйеуінің разылығы деген сияқты ғой, балаларының тыныш болуы, әйел адам егер тыныш болса, немесе там ер адам болса да, бизнесте үйінде жанұясы барлығы жақсы болса, сонда ғана бизнес жүре алады деп айта аламын. Осы қағидалар ұстанамын. Енді сізді алға жылжытатын ішкі басты ресурсыңыз қандай? Алға жылжытатын басты ресурстарым ол Аллаға тапсыра білуім, және сабырлық, және тұрақтылық, және адам жанын түсіне білуім. Маркетолог, продюсер ретінде сол рөліңізде әйелдерге бағыттайтын өнім қалай құрасыз өнімді? Әйелдерге бағыттайтын өнімді жалпы әйелдің жанын ол өнімді құрған кезде ең бірінші ол адамға бағыт беру, бағдар беру. Қай жерде келе жатыр, қандай мәселемен қазір күресіп жатыр, соның қалай бағыттау керек. Сол бағдарды беру, тұлғалық өсіру, тұрақтылыққа үйрету, осындай бір қағидаларды ұстанамын. Және оның бизнесі болса, соған жүйе құру, неден бастау керек екенін үйрету. Осындай бір қағидалар бар бізде. Енді сіз Айна даму орталығының негізін қаладыңыз. Сол ортаны құру идеясы қайдан туды? Бұл идея менде тұрмысқа шыққан кезде менде қаншама қиындықтар болды. Қалай оны шешетінімді білмедім. Ол кезде мен ондай білімдерім де болған жоқ, психологияны да білген жоқпын.
қазіргі білімдер ол кішкене жүре келе пайда болған білімдер. Ал жалпы тұрмысқа шыққан кезде әрбір әйел ол жерде бір нұсқаулық алмайды, ереже болмайды, қалай істеп жатқанын өзі түсінбейді, әйтеуір бір неге кіріп кетеді да, және оның арасында балалы болады, бірінші баладан кейін екінші бала болады. Сол моменттерде менде өте қиын, өте жаңағыдай бір ауыр мен үшін кезеңдер болды. Сол кезеңдерде өту барысында мен осы айна орталығын, осындай бір даму орталығы болса екен, әйелдер бір-біріне деген кеңес беру, жаңағыдай мамандардан кеңес алу, кәсіби мамандармен кеңесу деген бір ойлардың барлығын ұштастырып, қазір осы айна орталығы ашылды. Енді осы айна деген атау сіз үшін маңыздылығы қандай? Жалпы мағынасын ашып айтып кетсеңіз. Айнаның ба? Айнаның маңызы сол ең бірінші тұрақтылық пен тұлғалық өсіру әйел адамды. Одан кейін тағы да ол әйел мысалы қарызда жүрген болса, ол қарыз дегеніміз ол норма емес екенін түсіндіру және басқа бір деңгейге өсіру. Одан бөлек жүйе құру, бизнесі болса, бизнесті нық қадаммен дұрыс үлкен брендтерге өсіру. Енді айна орталығының сіз үшін миссиясы қандай? Жалпы бұл орталық әйелдерге не береді? Бұл жаңағы айтып кеткеннің барлығы осының ішіне кіреді деп айта аламын. Миссиясы сол әйелді тұлғалық трансформация жасау шығар, екінші деңгейге өсіру. Оның ішінде тек қана бұл психологиялық кішігірім бірінші айында психология оқыса, одан кейін ол бизнеске қарай кетеміз. Бизнесте нақты жүйе құруды, әлеуметтік желілерге қалай шығуды, оны қалай ұстап жүруді және де команда қалай құру, осының барлығы осының ішіне кіреді. Енді сізге дәл әйелдермен жұмыс жасауға не шабыт береді? Әйелдермен жұмыс жасау маған өте үлкен шабыт береді, себебі өзім ол жерде өсемін. Өзімде үлкен білімдерді берген сайын, әлемге білімді берген сайын өзіңе екі есе сіңеді екен, соны түсінемін. Сондықтан да маған әйелдермен жұмыс жасау өте үлкен ұнайды. Енді продюсер көзқараспен осы жобаңыздың ерекшелігін айтып кетсеңіз. Ерекшелігі бізде бұл жалпы бұл жобаның үлкен уже бір 2 айдың шамасы болды біздің ашылғанымызға. Осы 2 айдың ішінде әйел адамдар кәдімгідей өсті. Көзінде нұры пайда болды. Қайда бара жатқанын түсінді, кім екенін түсінді, талантын ашты. Ең бірінші менің қағидам ол талантын ашу. Мысалы, сіз психолог болсаңыз, ол психолог мүмкін емес шығар. Ол мүмкін басқа бір тағы да маман иелері бар шығар оның бойында. Мүмкін ол ұйымдастырушы шығар. Мүмкін ол жаңағыдай бір менеджер болады ғой, который бәрін реттеп отырады. Мүмкін сондай бір реттеуші шығар деген сияқты жан-жақты ол адамды зерттеп, қай орын оған ыңғайлы екенін, өз орнын табуға көмектесеміз. Бірінші ерекшелігі. Екінші ерекшелігі, бұл жерде продюсер көзімен қарайтын болсақ, ол кісі бұл жерден жұмыс алып кетеді. Жұмысқа дайындалады, практика жасайды. 2-3 ай жұмысқа дайындалып, практикасын жасағаннан кейін нақты үлкен компанияларға жұмысқа тұру барысын қарастырамыз. Енді қазіргі сіздің кезеңіңізді бір сөзбен ғана айтып кетсеңіз. Қазіргі кезең өте бір қызық кезең мен үшін. Бір А точкадағы бұрынғы Нұрайна сондай бір ештеңе білмейтін, қайда барады жатқанын білмейтін, түсінбейтін А точкам болса, қазіргі кезде не жасап жатқанымды, хаустан шығып жүйеге келе жатқанымды өте үлкен бір сезіну, дәл қазіргі сәттерді сезіну барысында жүрмін. Енді өзіңізге ең жиі қоятын сұрағыңыз қандай? Ең бірінші, барлығын дұрыс жасап жатырмын ба, қалай қарай жүруім керекпін, бағытым дұрыс па, жаңағыдай адамдарға дұрыс қайырлы қалай білім бере аламын, ол адамға ол қалай бағытын дұрыс бергенде ол адам қалай шығады деген сияқты әртүрлі осындай сұрақтармен жүрмін. Енді әйелдерге айтар басты бір сөзіңіз? Әйелдерге айтатын басты сөзім, әрбір әйел әртүрлі бір кезеңдерден өтеді. Мүмкін ол жылап құлап жатқан шығар. Ол жылап құлап жатса да, ол келесі кезеңге өту кезең екен. Қанша ол қиын жағдай бола берсін, бірақ сіз осы сол бір моментті, сол бір сәтті сезініп, жақсы мен құладым деген сияқты мойындау
процесінен өтсе, ол адам келесі деңгейге өте жеңіл өтеді, және де одан бөлек бұл процесте өзін жоғалтпай тұлғалық өсуді қолға алса, өзінің кім екенін іштей сезініп, өзінен сұрай алса, мен не үшін бұны жасадым, не үшін мен бұл деңгейге келдім деген сияқты. Сонда ғана ол адамның деңгейі екінші деңгейге өте жақсы өтіп кетеді. Енді сіз менің трансформациялық ойыннан өткен едіңіз. Сол ойында алған инсайттарыңыз және тәжірибеден кейін, яғни сол ойыннан кейін өзіңіз туралы қандай жаңа түсінік алдыңыз? Бұл ойын маған өте қатты ұнады. Бұрында әртүрлі ойындарға баратынмын, трансформациялық. Бірақ бұл ойынның ерекшелігі 2 сағат бойы менің ішімдегі тығып жүрген барлық больдарымды аша білді. Мен ананы көріп, басында қашқым келді. Оны қабылдағым келген жоқ. Мен ана больдарымды көре отырып, шынымен де мен әлі бұл деңгейді сезінбегенім ба деген сияқты бір өзіммен өзім үлкен бір трансформация болды деп айта аламын. Және де ол ойыннан кейінгі менің кәдімгі сезімдерім кәдімгідей өзгерді. Өзімді тыңдай бастадым, өзіме тағы бір үңіле бастадым, өзіме көңіл бөлу керек екенін түсіндім. Және де сіздің айтуыңыз, мен көбінесе осы бір Б точкам сондай прям тез болып кеткен, сондай Б точкама келгенімді көп мойындамайды екенмін. Мойындамай оны жаңағыдай әсерлеп, не может быть, мен шынымен келдім ба деп андай прям сондай әсерде жүрген екенмін. Соны барлығын қабылдап, мойындап, және де сіздің айтқан тапсырмаларды орындау барысындамын. Өте қуаныштымын келгеніме. Енді осы ойын кезінде қай сәт ең әсерлі болды сіз үшін? Басында бірінші блоктарды ашып бастаған сәт әсерлі болды. Одан кейін ойын барысында өзімді тану және де көп деген андай совет дейді, ақыл айтқан кезеңдер маған прям жақсы ұнады. Себебі сол арқылы, кеңестер арқылы мен өзімді жинақтадым және де қарай алдым, өзімнің басқа тұсынан қарай алдым, өзімнің шеше алмай жүрген больдарымды қарай алдым. Жалпы енді осы ойынға дейін ойнап көрердің алдында қандай бізде бір ожидание дейміз ғой, күту болды? Ешқандай күту болған жоқ. Мен тіпті ондай бір жаңағыдай бір терең кіреміз деп ойлаған жоқпын. Шыны керек, ол ойыннан бөлек негізі именно сізден алу керек деп ойлаймын. Себебі сіз менің бойымдағы жаңағы ауырып тұрған жерді сезе алдыңыз. Мен соған таңғалдым, және де сол сезіну арқылы сіз мені 2 есе тағы аштыңыз да. Ол мысалы кейбір адамдар бар сезінбейтін. Мен қаншама айтып ойындардан өттім деп. Нақты сіздің жағдайыңызда прям мені аша алғаныңыз және глубоко прям психологтармен жұмыс жасағанның барысында да бұл бір басқаша ойын болды кәдімгідей, шыны керек. Мен оны бір әсерелеп жатқан жоқпын. Маған кәдімгідей бір өзгеріс алып келген ойын болды. Бағаңызға рахмет. Енді осы ойынды, яғни сіздің ішкі күйіңізге немесе бір қандай да бір шешім қабылдауыңызға әсер етті ме ойыннан кейін? Иә, әсер етті. Тағы да сенімділік ұялады бойыма, және тағы да өзімді тыңдап үйрендім. Және бір уақытты тоқтатып үйрендім дегенде, ондай бір асықпай сол бір сәтті тағы бір сезіне алдым осы ойыннан кейін. Енді бұл трансформациялық ойын жалпы басқа саладағы әйелдерге де қажет деп ойлайсыз ба? Иә, барлық әйелдерге қажет екен. Себебі сен өскен сайын, адам өскен сайын тығырықтар болады әртүрлі. Сол тығырықтарға түспеу үшін осы бір ойын арқылы өтсе, ол біліп тұрады қалай дұрыс, қалай бұрыс екенін, және де қалай қарай жүру керек екенін түсінеді. Мысалы, менің жағдайымда мен көбінесе басқа адамдарға, проекттерге көп көңіл бөледі екенмін, және басқа адамның көңілін бөлуге тырысады екенмін. Ал бұл жағдайда маған өзіңе қарай жүр, өзіңді тыңдай біл, және өзің ішіңе тағы бір үңіл деген бір пазлдар болды. Енді жалпы бұл ойынға арнайы бір запроспен келеді ғой. Сіз келген запросыңыздың шешімін алып алдыңыз ба, жауабын таба алдыңыз ба осы ойында? Таба алдым. Бұл менде ақша және мен болғанмын.
мен таба алдым және қалай қарай жүру керек екенін түсіндім. Сіз үшін жалпы өсу ауыр процесс па әлде табиғи ма? Мен үшін бұл негізі әр адамда әртүрлі ғой, бірақ менің өмірімде бұл кішкене ауырлау болды. Себебі мен 5 баланы тастап, қазіргі кезде оқу деп, жұмыс деп, үйде қараусыз қалдырып, өзіме көңіл бөліп, осы маркетологияны және де қаншама компанияларға көмектесем деп жұмыс барысына көп кетіп қалдым. Балалар қараусыз қалды. Себебі бірінші әйел адам өзі өсіп, өзінің тұлғалық осындай бір жұмысын барысын, өзіне ұнайтын жұмысын жасағанда қана барып, балалар тұлғалық өседі. Бала да оны сезеді, анасына не ұнап тұрған, не ұнамай тұрған. Және осы барыста көп әйелдердің бірінші қателігі ол балаларына вложение салады. Балаларын өсірем деп балаларына көптеген вложение салады, бірақ өзінің ішіндегі ішкі күйі дұрыс емес болады да. Өзінің іштей, өзін ұнамаса да, өзіне жаңағыдай ұнамаған жұмысын жасап жүре береді, бір сөзбен айтқан. Себебі кредит бар, жаңағыдай бірдеңе төлемдері бар жасайтын. Осының барлығын бірінші орынға қоймай әйел адам кім екенін түсініп, дұрыс өзінің жұмысына қарай жүрсе, сонда ғана балалар өседі деп айта аламын. Және де осы жерде қосып кететінім менің жолдасымның арқасында. Себебі жолдасым маған жұмыс жаса, білмеймін ештеңе, қалай да ақша тап деген жағдайда мен бұндай деңгейге жетпес едім. Ол кісінің де маған көптеген тұлғалық өсіруіме көмегі тиді. Себебі мен осы оқуларымның барлығын мен жаңағыдай вайбпен, әйел болып, үйде еркелеп жүрген барлығы сол кісінің арқасы деп айта аламын. Екіншіден өте қуаныштымын. Сондықтан енді ауыр кезең болса да 1-2 жыл шыдасам, ары қарай уже жүйе құрылса, әйел адамға оның барлығы жеңіл болады. Шынында негізі әрбір істің басында ер адам қолдаса, ол жеңіл өтеді. Енді өзін іздеп жүрген, яғни өзінің бір жаңа жобаны қолға алғалы жүрген әйелдерге қандай кеңес бересіз? Қандай кеңес? Жалпы біздің орталыққа келіп бір разбор алсын дегім келеді. Себебі ол разбор алу арқылы өзінің кім екенін және қандай таланты бар екенін, қалай қарай жүру керек екенін біз бағдар береміз. Ол абсолютно тегін, келіп ала алса болады. Сондықтан да келіп, одан ары қарай өзінің жобасымен жүріп кетсе болады. Енді қазір өзіңізге қай жағдайда рұқсат бересіз? Қай жағдайда рұқсат берем? Қалай сонда? Қай кезде разрешение дейміз ғой? Иә. Позволяйте өзіңізге рұқсат беруге? Рұқсат бер барлығына ма өмірде? Барлығына рұқсат берем. Не жасағым келеді, соны жасаймын. Жалпы жақсы. Енді сізді көріп отырған басқа да оқырмандарға не айтар едіңіз? Не айтар едім? Ең бірінші өзінің тұлғалық дамуына және де бұрынғы ренжістер болса, оның барлығын бұрынғы өмірде өмір сүрмей, болашаққа кетіп қалмай уайымдап, қазіргі сәтті пайдаланып, бүгіннен бастап тұрақты түрде өсіп үйренсе, сонда ғана ол адам алдағы уақытта өзінің жемісін көреді. Және де ең бірінші шүкір ету, жаңағыдай рахмет айта білу, осы бір ең бірінші кезеңдер. Енді біз жалпы бұл подкаст арқылы, яғни кәсіби жолға өту үшін қаншама ішкі состояниемен жұмыс жасау, соны көрсеттік деген ойдамын. Нұрайна ханым, сізге рахмет осы сұхбатыңыз үшін. Алдағы уақытта жұмысыңызға үлкен табыстар тілеймін. Жетістікке жете беріңіз.